Кеш жарық патша көңіл көрермен, Сарыарқа телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жанбота Рахметуллаұлы, бүгін көретіндеріңіз. Саран қаласындағы су құбырлары мен жылу желілерінің жағдайын жақсарту қажет. Облыс әкімі жауаптыларға осындай тапсырма берді. Қала көркі жасыл желек. Қарағандылықтар бір мезетте триатлон саябақтың аумағына 1500 түп ағаш отырғызды. Бұқар Жырау ауданында жастар форумы өтті. Онда көтерілген мәселелер мен қозғалған проблемалар жайлы Гүлбақша Қажанованың репортажын күтіңіздер. Есімі ел аузындағы тұлға. Қарағандыда мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновты еске алуға байланысты биліктен биік тұлға атты деректі фильмнің тұсауы кесілді. Сингапур президенті қазақ басшысын өз еліне сапармен келуге шақырды. Оңтүстік Шығыс Азияда орналасқан мемлекеттің ыстық сәлемін Ақордаға Тео Чихин жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапурдың аға министрі, ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі үйлестіруші министрді қабылдады. Тараптар екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, цифрландыру салаларындағы әріптестікті нығайту жолдарын талқылады. Сондай-ақ кездесуде Ереванда өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы да сөз болды. Армения астанасында Сингапур Еуразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қол қойған еді. Ереванда Сингапур премьер-министрі Ли Сян Люмен кездесуіміз өте табысты аяқталды. Болашақта біздің ынтымақтастығымыз одан әрі нығая түсетініне сенімдімін. Сіз арқылы әріптесім Сингапур Республикасының президенті Халима Якоб ханымға өзінің жылы лебізім мен игі ілтипатымды жолдағым келеді. Біріншіден, біздің президентімізге жолдаған жылы лебізіңіз үшін алғыс айтамын. Ол сізбен Сингапурда кездесуге ниет білдіріп, сізге шақырту жолдап отыр. Біздің үкімет басшысы Ереванда болып, Сингапур Еуразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құру туралы келісім жасады. Сингапур Еуразиялық экономикалық одақпен серіктес болғанына қуанышты. Бұл келісім табысты боларына сенеміз. Ақордада көп балалы отбасыларды баспанамен қамту және жас ұрпаққа білім беру мәселелері көтерілді. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерін қабылдаған президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы бағытта және жолдауда айтылған міндеттерді орындау үшін бірқатар тапсырмалар берді. Ерлан Сайыровпен кездесуде қоғамдық саяси және әлеуметтік рухани жағдай жайлы әңгіме өрбісе, Мұхтар Тайжанмен мемлекет басшысы жер мәселесі, әскери патриоттық тәрбие беру, қылмыстық жазасын өтегендердің жұмысқа орналасуын талқылады. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы бүгін Әзербайжан астанасы Бакуге ұшып барды. Нұрсұлтан Назарбаевты бауырлас ел құшақ жая қарсы алды. Елбасы ертең Бакуде өтетін түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 7-ші саммитіне қатысады. Ұйымға мүше мемлекет басшылары түркі әлеміндегі ынтымақтастықты кеңейту жолдарын талқыламақ. Биылғы саммиттің орны бөлек. Түркі кеңесінің құру туралы Нахачиван келісіміне қол қойылғанына 10 жыл. Айта кетейік, бауырластық байланысқа бағытталған ұйымды құру идеясын алғаш Нұрсұлтан Назарбаев көтерген болатын. Елбасының еңселі еңбегі екшеленіп, келелі кеңесте айрықша құрмет көрсетілмек. Елімізде нан бағасы шамамен 7 теңгеге қымбаттауы ықтимал. Бүгін бұл туралы үкіметте ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров айтты. Оның сөзінше асатасының құны айтарлықтай өспек емес. Бағаның күрт көтерілмеуіне жол бермеу үшін қазір тұрақтандыру қорынан, яғни азық-түлік корпорациясы 150-ден 250 мың тоннаға дейін астық сатып алынады. Сонымен қатар әр облыс әкімдігінде тиісті шаралар қабылдайды. Сөйтіп қазір 75-85 теңге шамасындағы нан бағасы небәрі 80-82 теңге төңірегінде болмақ. Айта өтейік, министр бүгін Қазақстанда 19,1 миллион тонна астық бастырылған. Орташа өнімділік гектарына 12,6 центнерден құралған мәлімдеді. Биыл жаздың ыстық және құрғақ болуына байланысты дәнді дақылдар өнімділігі төмендеген. Ал үкімет басшысы Асқар Мамин жиналған астықты сақтап қалу үшін жауапты басшыға барлық күш-жігерді жұмсауды тапсырды. Биыл ауа райының қолайсыздығына байланысты жиналған астықтың көлемі өткен жылмен салыстырғанда бункерлік салмағы 2 миллион тонна көлемінде кем. Сондықтан бағаны тұрақтандыру мақсатында ауыл шаруашылығы министрлігіне азық-түлік корпорациясымен астықты уақытылы сатып алуды қамтамасыз етуді тапсырамын. Климаттың ерекшелігін назарға ала отырып, жиналған егінді сақтап қалу үшін барлық күш-жігерін жұмсау қажет. Сапархан Кесікбайұлы. Астық қабылдау кәсіпорындарын астықты сақтауға уақытын қабылдауына, ылғал астықты кептіріп өңдеуіне назар аудару қажет. Саран қаласының тұрғындары бірнеше жылдан бері инфрақұрылым мәселелерін шеше алмай келеді. Мұндағы су құбыр желілерінің 75%-ның, ал кәріз жүйесінің 85%-ның тозығы жеткен.
43 мыңнан аса халқы бар шаһардың тынысымен аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек танысып, өзекті сұрақтарды бақылауға алды. Ендігі жоспар қандай? Тілшіміз баяндасын. Шағын қаланың мәселеге толы жай-күйі қарапайым халықтың көкейінде бұрыннан жүргені хақ. Әрине шаһардың өзекті сұрақтары облыс басшысын да толғандыратыны анық. Олар өңірдегі қоғамдық көліктердің жұмысы, су және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын үй құрылысы және сапасы сын көтермейтін ойдым жолдар. Жылдар бойы шешім таппай кезегін күткен бірқатар проблема енді қолға алынбақ. 2 жыл бойы жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы құны 1 миллиардты құрайды. Қаржыны бөліп беруде. Осы жылы 380 миллион теңге бөлді. Желілерді қалыпқа келтіру барысы әлі де жалғасын табуда. Ал бұл қаланы жылумен қамтамасыз етіп отырған қазандықтың көрінісі. Жылу құрылғысы 50 жылдан бері жұмыс істеп тұр. Қазандықтарды да көзіме көріп қайттым. Бұл бағытта да мәселелер легі жетерлік. Тіпті ғимараттың өзі тозып біткен. 2 жыл ішінде бұдан шығуымыз керек. Келесі жылы жұмысты бастау керек. Қала бойынша пәтер кезегінде тұрғандардың саны 1300-ден асады. Баспанаға мұқтаж жандардың қатарын азайту мақсатында жаңа тұрғын үйлер көтеріліп, ел игілігін қанағаттандырмақ. Құрылыс барысы тәмамдалуға жақын. Басты ерекшелігі құрылысшылар бірыңғай отандық өнімді пайдаланып, ел экономикасына да үлес қосуда. Десекте қалада кәсіпкерлік саласы бір орында тоқтап қалмаған. Шағын және орта бизнес көрсеткіші оң динамикаға ие. 2018 жылмен салыстырғанда 3-4%-ға өсіп, соның ішінде сауда-саттық бағыты қарқын алған. Аягөз Тұрсынбай, Мұрат Төкенов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Тұрғын үй құрылысы, балабақша, әлеуметтік маңызды нысандарда ашу, азық-түлік бағасын тұрақты ұстап тұру, сапасыз жолдар жыра. Абай ауданына барған облыс әкімі осы және басқа да мәселелерді көтерді. Балабақшада кезекте тұру абайлықтар үшін өте өзекті мәселе. Қазір 2000-ға жуық бала мектепке дейінгі мекемеге баруға тізімде тұр. Аталған мәселені шешу үшін жергілікті билік қолданыстағы балабақшаларда жаңа топтар ашуда. Бірақ бұл жеткіліксіз. Бұдан басқа бізде балабақшаларға бейімделген ғимараттар бар. Бүгінгі күні онда мемлекеттік мекемелер орналасқан. Біз оларды көшіріп, бөбекжай ретінде ашқымыз келеді. Жеңіс Қасымбек Абай ауданының тұрғындар үшін маңызды бірқатар мәселелерді көтерді. Мысалы, соңғы айларда өңірде жұмыссыздар саны артқан, әлеуметтік қажетті өнімдердің құны өскен. Маңызды мәселелердің бірі азық-түлік тауарларының бағасы. Біздің азаматтарымыз өз жалақыларының көбісін дәл осы бағытқа жұмсайды. Сондықтан көкөніс пен картоптың бағасы бір қалыпты тұрақты болу керек. Оны көтеруге жол бермеңіздер. Жеңіс Қасымбек Шанс шаруа қожалығында болып, биылғы шыққан өнімнің сапасын көрді. Кәсіпкер облыс әкімдігінің басшылығымен қол қойған меморандумға сәйкес 500 тонна картопты облыстың тұрақтандыру қорына өткізуге дайын. У нас там их насчитывалось около 130. То есть давайте мы вас поддержим, то есть мы вам дадим 50% субсидирования. Аймақ басшысы сонымен бірге Тапар жылыжайы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Кәсіпкерлік өнімнің 1/3 бөлігін Нұр-Сұлтанға жібереді. Мәселен, биылғы жылдың бірінші жартыжылдығында елордаға қияр, қызанақ және бұрыш тәрізді 800 тонна көкөніс жөнелтіліпті. Өңір басшысы Абай ауданындағы Таззаимка кентіне апаратын жағдайы сын көтермейтін жолды аралап көрді. Облыс әкімі жолды жөндеу үшін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуді тапсырды. Бұл көктемгі су тасқынын болдырмауға мүмкіндік береді. Гүлбақша Ақажанова, Олжас Ғаббасов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы, Абай ауданынан. Қарағандылықтар экологиялық сағат және ағаш отырғызу республикалық акция саясында 1500 түп көшет екті. Игілікті шараға облыс әкімі Жеңіс Қасымбек те қатысты. Билік өкілдері, депутаттар, басқарма басшылары және тұрғындар триатлон саябақтың аумағын бір мезетте жасыл желекпен жайқалды. Ауқымда абаттандыру жұмыстарын алдағы бейнематериалдан бірге қарайық. Республикалық акцияда қарағандылықтар барынша белсенділік танытты. Бұл күні көппен бірге игілікті шараға облыс әкімінде аянбай атсалысты. Жеңіс Қасымбек триатлон саябақтың аумағына қарағай талын өз қолымен отырғызды. Аймақ басшысы осы күні Көгілдір тоғандар мен оңтүстік шығыс шағын аудандарының аралығындағы триатлон саябақтың жобасымен етене танысты. Дәл қазіргі уақытта құрылыс жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталған. Бірегей нысан Евразия Билдинг компаниясының Кенді шаһарға тосын тартуы. Жобаның жалпы құны 770 миллион теңгені құрайды. Мұнда тұрғындарға түрлі спорт түрімен айналысу үшін ашық алаңдар салынған.
Техникалық режимді ашып, қала тұрғындарына көрсетіп, қала тұрғындарынан кеңес алып, бүгінгіде футбол алаңы бітірілген, воркаут алаңы бітірілген, рухани жаңғыру бағдарламасының аясында қаланың және облысқа сый. Экологиялық шараға облыс билігімен, депутаттар және қоғамдық ұйымдармен қала тұрғындары қатысты. Олар қолдарына күрек алып, триатлон саябақтың аумағына 1500 түп тал екті. Бір ерекшелігі қарағай, қайың және жөке, шаған ағаштары бұл аймақта жақсы өседі. Кенді өңірдің климаттық жағдайына өте төзімді. Эко-час республиканского мероприятия. Қарағанды қаласында экологиялық сағат республикалық акциясы аясында сенбіліктер өткізілді. Қазіргі таңда 2,5 мыңға жуық талмен көшет отырғызылды. Бұдан бөлек шаһар күл-қоқыстан тазартылды. Оған 24 бірлік техника жұмылдырылды. Сонымен қатар триатлон саябақтағы олимпиадалық даңқ аллеясында 4 жұлдыз пайда болды. Айрықша белгі Геннадий Головкин, Серік Сәбиев, Дмитрий Карпов және Эльмира Сыздықованың құрметіне орнатылды. Дәл осындай акциялар өңірдің қала аудандарында жалғасын тапты. Жалпы Қарағанды облысында бір күнде 6500 жасыл көшет отырғызылды. Енді ағаштарды қалалық мәдениет, демалыс саябақтар және гүлзарлар басқармасының мамандары қадағалайды. Тал егуге қарағандылықтар жұдырықтай жұмылып, қоғадай жапырылды. Бұқаралық шараға бізде белді буып, жеңде тұрып кірістік. Сөйтіп көппен бірге көшет ектік. Өздеріңізді көріп тұрғандай, ағаштарды күтіп баптайтын мекеменің водовозда келіп жетті. Бұл әрине көзбояушылық емес. Ендеше ағаштарды тамырын нәрлендіріп, суарып тастайын. Қысқасы, бүгін мен еккен көшеттің 1-2 жылдан кейін көлеңкесінде саялайтын күн жақын. Жанбота Рахметуллаұлы, Олжас Арыстанұлы, Аман Жолұлы, Сарыарқа телеарнасы. Жалған террорлық әрекет 4 бірдей адамның өмірін қиған жол оқиғасы. Кенді Жезқазған өлкесіндегі жылу электр орталығындағы апаттық жағдай. Өзге де ақпараттардан бөлек Қарағандыда осы демалыс күндері елді дүр сілкіндіріп жаға ұстатқан бірнеше оқиға орын алды. Қарағандылық 47 жасар ер азамат Ленин көшесінің бойындағы дәмханалардың біріне барады. Күдікті арқасына асқан сөмкесінде жарылғыш зат бар. 15 минуттан кейін іске қосылады деп қоқан-лоққы көрсете бастаған. Қоңырау түскеннен кейін полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел жетті. 2 адам эвакуацияланып, жалған террорлық әрекетке барған азамат тиісті мекемеге жеткізілді. Оқиға орнына барлық жедел қызметтер жұмылдырылды. Полиция қызметкерлермен қол сөмке қаралып, онда ешқандай жарылғыш зат жоқ екені анықталды. 47 жастағы азамат облыстық психоневрологиялық диспансеріне жатқызылды. Ал Теміртау Астана тас жолында орын алған қайғылы оқиға 4 адамның өмірін қиды. Алдын ала жасалған болжамдар бойынша BMW маркалы 31 жасар автокөлік жүргізушісі тізгінге ие бола алмай жол жиегіне шығып кетеді. Салдарынан 21 жасар жолаушы оқиға орнында жан тапсырып, жүргізушімен тағы 2 адам Теміртау орталық ауруханасында көз жұмды. Ал көлік ішінде болған 21 жасар ер азамат жансақтау бөлімінде. Оның қазіргі хал жағдайы белгісіз. Сондай-ақ Жезқазғандағы жылу электр орталығында орын алған ақаудың салдарынан қала тұрғындары жарық пен сусыз қалды. Апаттық жағдай себебі әлі анықталуда. Қазіргі таңда олқылықтар қалыпқа келтірілді. Аягөз Тұрсынбай, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы. Қарағандылық кәсіпкерлер бірнеше бөлімдердің мамандары жемқорлықпен айналысатынын ашық айтты. Оның ішінде жер қатынастар бөлімі, кеден саласының қызметкерлері мен өрт сөндіру және полиция қызметкері жайлы сөз қозғалды. Мемлекет бойынша жүргізілген сауалнаманың қорытындысы да осыны көрсеткен. Қаламыздағы жемқорлықпен қалай күресеміз және кәсіпкерлер қандай қиындыққа тап болуда? Бұл жайлы Қарағанды қаласы әкімінің қатысуымен өткен жиында жан-жақты талқыланды. Қала басшысымен ашық алаңға кездескен кәсіпкерлер туындаған мәселелердің барлығын жайып салуға мүмкіндік алды. Жекеменшік иелерін алындатқан өзекті мәселенің бірі ол жемқорлық. Кәсіпкерлердің арасында өткен сауалнаманың қорытындысы бойынша жер қатынастар бөлімінің мамандары көп пара алады деген тұжырымға келген. Чаще всего коррупционные риски появляются. Жер учаскелерін берудегі рұқсатнама қағаз үшін аталған бөлімнің мамандары сыбайлас жемқорлық жолымен көбіне шешеді. Екіншісі, жер комиссия мүшелері оң шешім шығарар алдында осындай іске барады. Жанна Дарданбаева жолдасымен бірге кәсіппен айналысады. Оларда бірнеше қиындыққа тап болған. Олар көп қабатты үй салып кәсіптерін ұлғайтпақшы. Алайда қаланың ішіндегі жобаға қосылу мүмкін емес көрінеді.
25 июня на 25 маусым күні біздің жобамызды қаланың егжей-тегжейлі жоспарына кіргізсін деген шешім шыққан. Біз қаулы алып, содан кейін архитектуралық жоспар қолымызға табысталуы тиіс еді. Бірақ бүгінгі күнге дейін біреуінде қолға түсіре алмай жүрміз. Барлық жерде есіктерін тарс жабады. Жиынға келген барлық кәсіпкерлердің баз-назын тыңдаған қала әкімі кіші және орта бизнес өкілдеріне барынша қол ұшын беру керек деген тапсырма берді. Аймасағада Еркеолан Тойболдин, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлерімен бірге рейдке шықты. Халық қалаулары кепілдік мерзімі аяқталуға жақын жолдарды тексерді. Депутаттар ақау анықталған асфальттарды мердігерлерге бір аптаның арасында жөндеуді тапсырды. Тақырыпты біздің түсіру тобымыз тізбектесін. Алдымен депутаттар Пичугин көшесіндегі жолдың жағдайын тексерді. Халық қалаулары ой шұңқыры шыққан аумақты күн суытпай, тез арада ретке келтіру керектігін жауаптыларға бірден ескертті. Депутаттар Космонавтар көшесіндегі жолдың сапасы мен бүгінгі сыйқын сынға алды. 2016 жылы Қарағанды жолдары Ерсу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл жолға орташа жөндеу жүргізіпті. Мақсатты жұмыстарға қалалық қазынадан 145 миллион теңге бөлінген. Ал жолдың кепілдік мерзімі қазан айының соңында бітеді. Дегенмен жауапты мердігер шыққан ақауды жақын күндері жоятынын айтып ақталды. Әйтсе де Мәди Дәдиев мырза осы олқылық үшін шырпыр болып, депутаттарды сендіруге тырысып бақты. Алла қаласа, ертең бүрсігіні біз уже бірінші мәшинелерді қойып, 3-4 күннің ішінде бәрін устранить етеміз. Сөзі жүзінде қалмайды. Біз оған уәде береміз. Халық қалаулары вокзал маңындағы жолдың келбетінде назар қалды. Жауапты компания көктемдегі сын ескертпелерден кейін асфальттың кедір-бұдыр тұстарын ретке келтірген. Биыл Қарағанды қаласы бойынша 27 жолдың кепілдік мерзімі аяқталады. Рейд барысында халық қалаулары Язев көшесінің бойындағы асфальтты да айналып өтпеді. Тұрғындардың тидығына тиген мәселені бүгінде депутаттар мұқият бақылап, қатаң қадағалап жүр. Нами были указаны те нарушения. Біз жолдың сұрықсыз жерлерін жауаптыларға егжей-тегжейлі ескерттік. Мердігерлер орындайтынын айтты. Сондықтан олар асфальтты күн жылда жасауы тиіс. Рейд шеңберінде олар Майқұдықтағы Каретная, 14-ші Ықшамаудан және Роза Люксембург көшелерінде аралады. Ал бұдан кейін депутаттар Сұрыптау кентіне ат басын тіреді. Мәселен, Менделеев көшесіндегі жолдың ой шұңқырлары шыға бастаған. Себебі бұл жолмен 40 тонналық сілтабан жүк көліктері көп жүретіндігін айтады мердігерлер. Істелінген жолдарды тексеріп өттік. Жолдың бұзылу нелері көрініп тұр. Енді соған біз нақты бүгін сол жасаған жолдардың иелеріне нақты уақыт бердік. Тағы да біз қадағалаймыз. Рейд қорытындысында Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары мердігерлерге ойдым жолдарды қайта жасауды қадап тапсырды. Халық қалаулары жауапты компанияларға бір апта уақыт берді. Жанбота Рахметуллаұлы, Еркеолан Бейсенбекұлы, Аман Аманжолұлы, Сарыарқа телеарнасы. Енді Бұқар ауданындағы кез келген тұрғын санитарлық тазалығы сақталмаған көшелерді ұялы телефонмен суретке түсіріп, WhatsApp мессенджер арқылы құзырлы орындарға жібере алады. Аудан оқушыларының эко-патруль жобасы жастар форумында таныстырылды. 100-ге жуық жас буын өкілдері қатысқан шараға жас кәсіпкерлер мен түрлі саланың мамандары қатысты. Аудан әкімі бірден жастарды көкейдегі келелі мәселелерді бүкпесіз боямасыз жеткізуге шақырды. Бүгінгі форум бұрынғыдан өзгерек. Олар кездесу барысында тәжірибелермен бөлісіп қана қоймай, өз кәсіптерін дөңгелетуде қандай проблемалар барын ашық айтты. Бізде кадрлық жетіспеушіліктер бар, оны баршаңыз білеміз. Облыс бойынша, яғни бізде медицина мамандары кейде жетіспей жатады. Сондай-ақ мұғалімдер, жас мұғалімдер жетіспей жатады. Бірақ та оған да жастар жылына байланысты көптеген бағдарламалар қарастырылған. Бұқар ауданында барлығы 12 мыңнан аса жас буын өкілдері бар. Биыл жастар жылында аудандық әкімдік жұмыссыздықпен күресті мықтап қолға алған. Қазір жұмыспен қамту орталығына жүгінген 614 адамның 506-сын еңбекпен қамтып үлгерген. Жас буын өкілдері үшін басты проблемаға айналған баспана мәселесін шешуде Нұрлы жол бағдарламасы аясында қазір жаңа үйлер салынып жатыр. Биыл жастарға бөлінетін қолдау аса зор. Бұл орайда біздің ауданымыздың талантты іскер жастарын атап өтпеуге болмайды. Бір қуантатыны
олардың саны жыл сайын артып келеді. Бұқар-Жырау ауданында 135 жас буын өкілі кәсіпкерлікпен айналысады. Олардың қатарын көбейту мақсатында форум барысында аудан әкімінің гранты тапсырылды. Бұл жолы 40-тан астам азамат өз жобаларын ұсынып, арасынан арнайы комиссия 14-ін таңдап алған. Жеңіске жеткендерге 500 мың теңге көлемінде сертификат табысталды. Қазір жас кәсіпкерлерге қолдау бар. Өте біздің мемлекет көмектеседі, неше түрлі бағдарламалары ашып жатыр. Сол үшін өте көп рахмет мемлекетке. Форумда көпшіліктің қызығушылығы Белағаш ауылы мектеп оқушыларының экопатруль жобасына түсті. Талапкерлер күл-қоқысқа толы көшелерді ұялы телефондарына түсіріп, жауапты органға жібереді. Әкімдік бұл бастамаға қолдау көрсетіп, қаржылай сертификат ұсынды. Форумнан Бұқар-Жырау ауданының жас буын өкілдері қанаттанып қайтты. Себебі қойған сұрақтарына тиісті жауап алып, көтерген проблемалары бойынша оны шешуге Бұқар-Жырау ауданының әкімі бөлім басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Форумнан шыққан басты нәтиже енді Бұқар-Жырау ауданында жұмыссыз жастар саны азайып, керісінше кәсіппен айналысатын жас буын өкілдерінің қатары көбеймекші. Гүлбақша Ақажанова, Ернұр Жомарт, Сарыарқа телеарнасы, Бұқар-Жырау ауданынан. Облыс орталығындағы достық үйінде белгілі және мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновты еске алуға байланысты биліктен биік тұлға атты деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қолдауымен қолға алынған. Тақырыпты тілшіміз Сейітқали Исатайұлы айтып берсін. Достық үйінің кең залы көрерменге лық толды. Арасында зиялы қауым өкілдері, ел басқарған танымал тұлғалар, ағарту саласының ардагерлері, ұстаздар ұжымы, жоғары оқу орындарының студенттері менен мектеп оқушылары бар. Бәрімізге белгілі, Нұртас Оңдасынов өмір жолын еліміздің өсіп өркендеуіне арнаған мемлекет қайраткері. Ол жайында арнайы дайындалған 50 минуттық деректі фильм көрсетілді. Нұртас Оңдасынов 13 жыл бойы Аумалы-Төккөл Алмағайып заманының ауыртпалығын тартып, Қазақстан Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарды. Үкімет басына келісімен бірінші кезекте елдегі сауатсыздықты жоюға бар күш-жігерін жұмсады. Шалғай аудандар мен елді мекендерде мұғалімдер даярлайтын курстар, арнайы училищелер, облыс орталықтарында мұғалімдер институтын ашып, ағарту саласына айтарлықтай үлес қосты. Бүгін жастардың басын қосып, қазақтың бергі тарихын, арғы тарихын айтуымыз керек. Оларға мәліметтің бәрін жеткізу керек. Ұлт мүддесін қолындағы биліктен биік қойған тұлға еліміздің мәдени рухани саласының дамуына да өлшеусіз үлес қосты. Сұрапыл соғыс жылдарына қарамастан қазақтың бас ақыны Ұлы Абайдың 95 және 100 жылдық мерейтойларының аталып өтуіне бар күш-жігерін жұмсады. Ол көрікті қалалардың бой көтерумен қатар шекарамызды шегендеп, жерімізді бүтіндеуге барынша күш салды. Біріншісі шаруашылықта мысалға мойды шу темір жолын салдырғызды бұл кісі. Ешқандай жоспарсыз үкіметтің жаңағы 100 мың теңге 100 мың сом берілді дейді, бірақ оның өзі сондай ешқандай жоспарға кірмеген, жаңағы оспан ақша бөлмеген, сонда халықтың күшімен салғызды. Өзінің халыққа деген сенімімен. Нұртас Оңдасыновты еске алуға арналған деректі фильмді жарыққа шығаруға дүниежүзі қазақтары қауымдастығы мен Қарағанды қаласының әкімдігі қолдау көрсеткен. Сейітқали Әшім, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Телекөрермендер, көкейлеріңізде көксеген мәселелеріңіз болса, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы экранда көрсетілген нөмірлерге хат жазып хабарласыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барша өлетке бағда өлет.